Сәлеметсіздер ме балалар? Сабаққа қош келдіңдер. Смайлс 3-ші сыныптың Activity Book'тың 42-43 беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Сабақтар ұнап жатса лайк бас, тіркелмесең подписаться басуды ұмытпа. Келесі сабақтарды өткізіп алмас үшін. Exercise 16. How to use a map, read and answer. Картаны қалай қолданады, оқы және жауап бер. Бірінші сұрақ. First, draw the quickest way from Ulan's house to the post office. Уланның үйіне поштаға баратын жылдам жолды көрсетті. Green Lane көшесінің бойынан поштаға дейін сызу сызамыз. Ең жақыны сол. I am at 3F, where am I? Мен 3F-темін, мен қайдамын? Ол бізде супермаркет. Which street is the library on? Кітапхана қай көшеде орналасқан? Black Street көшесінде орналасқан, Black Street. The library is on Black Street. Whose house is nearest the supermarket? Dana's or Marjan's? Супермаркетке кімнің үйі ең жақыны? Dana немесе Маржанның. Не Маржанның үйі жақын? Marjan's house is nearest the supermarket. What can you find on Orange Avenue? Orange Avenue'дан не табуға болады? Theater and market. Where is the bus stop? Автобус аялдамасы қайда? The bus stop is opposite Ulan's house. Демек, автобус аялдамасы Уланның үйіне қарама-қарсы орналасқан екен. Opposite. Exercise 17. Look, read and complete the dialogues. Қара, оқы және диалогты аяқта. How do I get to the bank from here? Мен осы жерден банкке қалай жетемін? Go straight along Palm Road and turn right into Dave Street. It's on your left next to the theater. Palm Road жолыменен тіке жүресінде оңға бұрыласың, ол Дэйвтің көшесі. Солға бұрыласың, ол театрдан кейін орналасқан. How do I get to the sports center from here? Мен осы жерден спорт орталығына қалай барамын? Go straight along Elm Street until you get to Gate Street. It's next to the library. Exercise 18. Read and write A, B or C. Оқимыз және де A, B немесе C деген жазуды жазамыз әріптерді. He's from Mexico, ол Мексикадан. C, she is a lollipop lady. Ол жол көрсететін әйел. B, she is from the UK. Ол Біріккен Әмірліктен. B, he is an astronaut. Ол ғарышкер. A, he is a police officer. Ол полиция қызметкері. C, he wears a blue and white uniform. Ол көк және ақ түсті форма киген. C, he eats special food. Ол арнайы тамақтар жейді. A, she helps school children cross the street. Ол балаларға жолдан өтуге көмектеседі. B. Exercise 19. Read, choose and complete the dialogue. There is one extra sentence. Оқимыз және де диалогты мәтіндермен, жауаптармен аяқтаймыз. Улан және Дананың әңгімесі. What does your father do? Сенің әкең не жасайды? He is an astronaut. He flies into space. Ол астронавт, ғарышкер, ол ғарышқа ұшады. That's really a cool job. I want to be an astronaut one day. Менде бір күні астронавт болғым келеді. Look at him in this picture. He is in his uniform. Мына тұрған суретке қарашы, ол өзінің формасын киіп алыпты. Wow,
What about your dad? Сенің әкең ше? What's his job? Оның жұмысы қандай? He is a police officer. He works at the police station on Kunaev Street. Ол полиция қызметкері Қонаев көшесінде орналасқан полиция орталығында жұмыс жасайды. That's just round the corner. Let's go and say hi.